Мен бір күн өзімді блогер болып сезейін деп едім. Қараңыздар. Сәлемдер, бүгін бізде тема хейт. Негізі хейттер деген өздері сізден көп подписчиктен либо 1000 подписчикке жете алмаған. И олар хочет, что вы тоже не добились, вы ее не слушаете. Короче, сондай. Сәлем достар, бүгін бізде тема хейт. Хейт деген өзі 1000 подписчикке, либо өзіңіздің количество. Всем привет, бүгін бізде тема хейт. Негізі хейт деген өзіңіздің количество. Всем привет достар, бүгін бізде тема хейт. Хейт деген өздері сіздің боттарыңызға жете алмаған, және олар тоже хочет, что сен жете алмаған үшін, және блогер болмаған үшін. И олар завидует етеді, және сіздер оны естімеңіздер, және тыңдамаңыздар оны. Өзің, мысалы, ол саған айтса, сіздерге хейт саған. О, как? Я напишу в комментарии, о, как? Это же смешно, пиздец. Сынок, ты приемный. О, как? Тихо, тихо, подожди. Блогер саған жараспайды, либо тағы басқа хейт жасаса, значит, ол өзі блогер емес, яғни сіздер блогер болмағаныңызды қалайды. Либо өздері ол деген шындарын сөйтіп басады. Олар Oh my god. Короче, она уже не домой. Царапина мен телефонда прям. Ладно, жалғастырайық. Және не деп жатыр? О, как? Короче, олар деген өздері блогер емес, енді яғни мысалы бір 34 либо тағы басқа екі табал сандардан тұратын подписчиктер бар хейттерлерде. И ол сізге жазады. Сен блогер болуға лайықты емессің, либо жаман стикер жібереді. Олар өздері бірінші жетіп алған жоқ, яғни